Ресми түрде Мохаммед Салах Ливерпульден кетті. Осындай шешімнің себебі неде және қандай шарттарда жүзеге асты? Египеттіктердің шабуылшысы мансабын қай жерде жалғастырады, және қызылдар оны кіммен алмастыруды жоспарлап отыр? Осы тақырыпта да көптеген қызықты жаңалықтар бар. Антуан Гризманның жаңа командасы. Лондондық Арсеналдың мегатрансфері. Клуб Реал Мадридке кетуі. Германиялық маман бұл жайлы толық шындықты сұхбатында айтып берді. Бұл және басқа да көптеген жаңалықтар бүгінгі шығарылымда. Қайырлы күн, достар, сіздермен Аңыз Доп каналы. Міндетті түрде лайк басып, қоңырау белгісін қосып, жазылуды ұмытпаңыз. Жазылдыңыз ба? Ендеше бастаймыз. Мохаммед Салах осы маусым соңында Ливерпульден кетеді. Бұл жолы ақпарат ресми клуб пен Мотажа тарапынан расталған. Сондай-ақ египеттіктің мансабын қайда жалғастыратыны және қызылдардың оны жазғы трансфер терезесінде кіммен ауыстыруы жоспарланып отырғаны белгілі болды. Енді бәрін рет-ретімен қарайық. Біріншіден, Салах пен Ливерпуль арасындағы келісімшарт тек бір маусым соңында аяқталуына қарамастан, яғни Мохаммедтің командамен әлі бір жылдық келісімі бар болса да, ол еркін агент ретінде кетеді. Келісімшарт екі тараптың келісімімен бұзылады. Сондықтан Ливерпуль оны еш жағдайда сатып, ақша таба алмайды. Қазіргі уақытта футболшының нарықтағы құны шамамен 30 мың еуроны құрайды. Айта кету керек, оның бағасы 50 мыңнан 30 мыңға дейін күрт төмендеді. Сәлем, достар. Өкінішке орай, бұл күн келді. Бұл менің қоштасуымның бірінші бөлімі. Мен осы маусым соңында Ливерпульден кетемін. Мен осы клуб, бұл қала, бұл адамдар менің өмірімнің қаншалықты маңызды бөлігіне айналатынын ешқашан елестете де алған жоқпын. Ливерпуль жай футбол клубы емес. Бұл құштарлық, тарих, рух, сөзбен жеткізе алмаймын. Біз жеңістерді атап өттік, ең маңызды трофейлерді жеңдік, өміріміздің ең қиын сәттерінде бірге күрестік. Мен осы клубтың құрамында болған барлық адамдарға алғыс айтқым келеді. Әсіресе бұрынғы және қазіргі команда әріптестеріме, сондай-ақ жанкүйерлерге менің сөзім жетпейді. Сіздердің қолдауларыңыз менің мансабымның ең жақсы кезеңдерінде менімен бірге болды. Қиын сәттерде жанымда болғандарыңызды ешқашан ұмытпаймын және әрдайым есімде сақтаймын, деді Салах видео үндеуінде. Бұл шығарылым жазылған кезде Салахтың жаңа клубы ресми түрде белгісіз болды. Бұрын оның агенті Ливерпульде қалуы немесе Сауд Арабиясына кетуі мүмкін деп айтқан еді. Сіздер де түсінгендей, ол қазіргі клубында қалмайды. Мүмкін оның жаңа футболдық үйі Аль-Наср немесе Аль-Хиляль болуы мүмкін. Осы клубтар туралы ең көп айтылды. Валь және Тихад трансфері де мүмкіндігі бар. Бұл команда жақында Карим Бенземадан айырылған еді, және Салах оны алмастыра алады. Дегенмен қазір оның агенті өз пікірін өзгертті. Енді ол өз клиентінің болашағын былай түсіндіреді. Біз Мохаммедтің келесі маусымда қайда ойнайтынын білмейміз. Бұл дегеніміз, басқа ешкім де білмейді. Міне, осындай қызық мәлімдеме жасады египеттіктің өкілі. Мүмкін, Салах Еуропа лигаларының бірінен ұсыныс күтіп отыр, және Сауд Арабиясына кету туралы ауқымды мәлімдеме жасағысы келмей тұрған шығар. Мұндай жағдай мүмкін. Ол еркін агент. Ливерпульден бір маусым бұрын кетті. Мүмкін, кейбір командалар мұндай ойыншыны өз құрамына алғысы келеді, дегенмен, оның жалақысы бойынша талаптарын төмендетуге тура келеді. Ливерпульде Салах аптасына шамамен 450 еуро алады. Еуропа лигаларына келгенде оған мұндай ақша ешкім төлей қоймайды. Дегенмен Мохаммедтің қай клубқа ауысатынын елестету қиын. Англияда ол ықтимал тек Ньюкасл қана болуы мүмкін. Осы клубқа ауысу жанкүйерлер арасында ең аз резонанс тудырады. Ал сорықтар өздеріне назар аударғысы келетін мықты сатып алу жасайды. Францияға келетін болсақ, PSG-ден басқа ешбір клуб мұндай футболшыны ала алмайды. Ал париждіктерге көрініп тұрғандай, Мохаммед мүлдем қажет емес. Онда өздерінің ойыншылары жеткілікті. Испанияда да бірнеше нұсқа ғана бар. Барса мен Реал бірден алынып тасталады. Бұл командалардың ешқайсысы Салахты тіпті тегінде алмайды. Мүмкін тек Атлетико Мадрид. Онда соңғы уақытта үлкен кадрлық өзгерістер болды. Олар туралы кейінірек айтатын боламыз. Матрашылар Салахқа назар аударуы мүмкін. Бірақ мұндай сценарийге сену қиын. Сол себепті Италия ғана қалды. Бұл лиганың кез келген үлкен клубында Салах команданы түбегейлі өзгерте алады. Жасы, білесіздер, бұл чемпионат үшін кедергі емес. Мысалы, Салах Интерде ойнаса қалай болар еді айтпақшы. Осы клубпен Мохаммедтің байланысы ең көп айтылған.
Кейін бұл тақырып біршама тынышталып қалды, бірақ егер Разуре оған ештеңе төлемесе және өзі өз қаржылық талаптарын азайтса, бұл керемет шешім болар еді. Мүмкін, барлық нұсқалардың ішіндегі ең жақсысы, Ювентус, Наполи, Милан те жарамды, бірақ Интермен нұсқа неге екені белгісіз, ең қызықты болып көрінеді. Айтпақшы, пікірлерде өз ойларыңызды қалдырыңыз, сіздер Салахты қай клубта көргіңіз келеді? Егер Сауд Арабиясын шетке тастап, тек Еуропа лигаларына назар аударсақ, қай клуб оған ең қолайлы болар еді? Пікірлеріңізді бөлісіңіз, оқып қызық болады, және пікірталас жасай аламыз. Енді Ливерпульде Салахты кім алмастыруы тиіс екеніне келейік. Осы тақырыпта да көптеген пікірлер мен қызықты нұсқалар бар. Бірнеше бақ жазғандай, Мохаммедтің орнына негізгі үміткер Бавариядан Али болуы мүмкін. Аңдату бойынша, мерсисайдтықтар оны египеттіктің жалғыз лайықты альтернативі деп санайды. Сондықтан барлық күші оны сатып алуға бағытталмақ. Одан бөлек, француздың өкілдері, баққа сенсек, Ливерпульге өту нұсқасын қарауға қарсы емес. Дегенмен бір нақты шарт бар. Ливерпуль міндетті түрде келесі маусымда Чемпиондар лигасына іріктелуі керек. Егер қызылдар бұл турнирден тыс қалса, Али оларда болмайды. Қазір Арне Слот пен оның командасы Англия премьер лигасының турнирлік кестесінде 5-ші орында тұр. Яғни Ливерпуль қиын жағдайда. Жаңа маусымда Чемпиондар лигасын өткізіп алу мүмкіндігі аз емес. Әрине, бұл өлім жазасы емес, бірақ жағдай оңай емес. Али трансферіне қайта оралайық. Ауыстыру сомасы шамамен 160 мың еуроны құрауы мүмкін. Англия клубының басшылары осы ақшаға дайын. Ақша үлкен, сондықтан Бавария келісімін бермес бұрын мұқият ойлануы керек. Али өте мықты ойыншы, бірақ қауіп-қатерлер де бар. Жарақат, ойындық стагнация және регрессия, сіздер бұл жайлы өзіңіздер жақсы білесіздер. Ал мұнда 160 мың еуро ұсынып отыр, және барлық қауіп-қатерден құтыласыз. Айтпақшы, Бавария Алиді тек 50 мың еуроға алған. Егер оны инвестициялық жоба ретінде қарасақ, пайда өте құнды. Ал Ливерпуль үшін бір ойыншыға сонша көп ақша төлеу керек пе деген сұраққа жауап беру оңай емес. Бір жағынан тәжірибе көрсеткендей, үлкен ақша әрдайым табыс кепіл емес. Бірақ Салахтың орнын алмастыру үшін төмен бағамен лайықты ойыншы табуға бола ма? Ойынды күтетін үлкен үміттермен бірге үлкен жауапкершілік те бар. Али Аплде жақсы көрініп, үлкен команданың құрамында ойнау тәжірибесін алды. Онда тіпті негізгі жұлдыздардың бірі болып шықты. Қағаз жүзінде бұл трансфер керемет көрінеді. Енді іс жүзінде жүзеге асырыла ма, соны көреміз. Салахтың өзі үшін де, бізге көрінгендей, қазір кету дұрыс шешім. Шынымды айтқанда, бізде мұндай болатынына еш күмән болған жоқ. Сол скандалдан кейін клуб оны тағы бір маусымға қалдырмайтын сияқты еді. Команда айтпақшы, сол оқиғаны салып, жағдайды тыныштандыруға шешім қабылдады. Бірақ Мохаммедтің шешімі сол кезде қабылданған еді. Мохаммед Салах 2025-2026 маусымының соңында Ливерпульде керемет мансабын аяқтайды. Шабуылшы қызылдармен келісімге келіп, Энфилдтегі керемет 9 жылдық тарауын аяқтайды. Салах өз болашағына қатысты жанкүйерлерге мүмкіндігінше тезірек хабарлауды қалады. Бұл оларға құрмет пен алғысын көрсету үшін маңызды. 2017 жылдың жазында Рома командасынан алынған ойыншы 11-ші номермен Ливерпульдің тарихындағы ең үлкен футболшылардың бірі ретінде өзін көрсетті. Ол клубқа премьер лиганың 2 титулын, Чемпиондар лигасын, FIFA клубтық әлем чемпионатын, UEFA суперкубогын, Англия кубогын және 2 лига кубогын жеңуге көмектесті. Сонымен қатар Англия суперкубогын да жеңді. Қазіргі уақытта египеттік 435 ойында 255 гол соғып, Ливерпульдің тарихындағы ең үздік бомбардирлер тізімінде 3-ші орында тұр. Ол 4 рет Аплде алтын бутса иегері атанды, сондай-ақ көптеген жеке марапаттарға ие болды. Алдағы матчтарда Салах Ливерпуль үшін осы маусымда ең жақсы нәтижеге жетуге шоғырланады. Сондықтан оның мұрасын толықтай атап өту үшін уақыт әлі келеді. Бұл осы жылы ол Энфилдке қош айтысқанда болады, деп жазылған мерсисайдтықтардың мәлімдемесінде. Шынымды айтқанда, Салах ойыншы ретінде төмендеді, клубқа пайдасы азайды, ал қысым артты. Әрине, Ливерпуль оны аз да болса ақшаға сата алмағаны өкінішті. Тағы бір қызық жайт. Бақ дерегінше, Сауд Арабиясы командасы оны шамамен 200 мың еуроға алуға дайын болған. Бірақ сол кезде қызылдар оны өздерінде қалдыруды және келісімшартты ұзартуды таңдаған.
Практика көрсеткендей, бұл екі тарап үшін де қате болды. Дегенмен Салах Ливерпульдің аңыздарының бірі болып қала береді және команданың ең құрметті ойыншыларымен бір деңгейге шығады. Бұл өмірде бәрінің өз циклі бар, ал осы цикл Салах үшін аяқталды. Біз сенеміз, ол Еуропада тағы бір уақыт қалады. Қазір футболшылар өз ұлт командаларына берілген ойындарды көруге мүмкіндік біздің сенімді серіктеріміздің арқасында ашық. Олар тез, сенімді бонус жүйесі бар және серия мен киберспортты демейді. Бірақ Мохаммед Салах жақын жазда клубын тастайтын жалғыз футболшы емес. Сол-ақ Антуан Гризманн да клубын ауыстырды. Француз Атлетико Мадридтен Мылстегі Орландо Ситиге көшті. Ол Орландо Ситиде мансабымның жаңа кезеңін бастауға өте қуаныштымын. Клуб басшылығымен алғашқы әңгімелерден-ақ олардың амбициясын және болашаққа нақты көзқарасын сезіндім. Бұл мені қатты әсер етті деді. Орландоны өзімнің жаңа үйіме етуге, жанкүйерлермен танысуға, стадион энергиясын сезінуге және командаға үлкен жетістіктерге жетуге көмектесу үшін барлық күшімді салуға асығып отырмын деді Гризманн Орландо Сити ресми сайтына берген сұхбатында. Мохаммед сияқты, Антуан да жаңа командасына еркін агент ретінде келді. Онымен 2 жылдық келісімшартқа қол қойылды. Мүмкін, оны тағы бір жылға ұзартуда қарастырылып жатыр. Қаржылық мәліметтер жария етілмейді, немесе жарияланбауы мүмкін. Антуанның трансфер мен футболдағы болашағы туралы біз өткен видеода айтқан едік, сондықтан мұнда қайталамаймыз. Біз тек оның кетуін ресми оқиға ретінде растаймыз және жаңа командасында сәттілік тілейміз. Әрине, ол Атланттық үстіртке кететін шешім қабылдағаны өкінішті. Біздің сырт көз ретінде Еуропада біраз уақыт қалса қызығырақ болар еді. Бірақ деп айтылады, бұл тағдыр емес, мүмкін, дәл осындай тағдыр Хулиан Альваресті де кезіктіретін болар. Тим Толк ақпаратынша, ол Аплге қайта оралуға жақын. Бірақ Манчестер Сити емес, Арсеналға дерек көзге сенсек, тараптар барлық мәліметтерді келісіп қойған. Аргентинец үшін бұл мансаптың жалғасы қолайлы, сондықтан егер сенсек, бұл трансфер өте жақын арада жүзеге асады. Айтпаса да болмайды. Ойыншы үшін Барселонада бәсекелестікке қатысқан. Бірақ синегранатовлар қалайда бірдеңе жасауға тырысқан сияқты. Барса кейде ойыншылармен айырбас ұсынды, кейде бағаны төмендетуге тырысты. Ал Арсенал барлық амбицияны қанағаттандырып, Альварестің өзімен Атлетико Мадридтің мүддесін орындады. Дәл трансфер сомасы қазіргі уақытта жарияланбайды. Бірақ ойыншының нарықтық құны шамамен 90 мың еуро және осыны негіз ретінде алуға болады. Тағы да атап өтейік, Хулиан жайлы айтылған ақпарат ресми емес, бірақ бақ сенімді хабарлап отыр. Сондықтан мүмкін Хулиан қайтадан Англия премьер-лигасында ойнауы ықтимал. Атлетико Мадридте қалу үшін себептер аз, кету үшін мүмкіндіктер көп. Оны да Альварестің өзімен және оның айналасындағы адамдармен қатысты көптеген пікір айтылды. Мысалы, бір өкілінің айтуынша, Альваресті Атлетикоға беру қате шешім болған. Келесі жаңалықтарға келсек, Юрген Клоп Реал Мадридпен аталған тақырыпқа шаршаған сияқты, бақ пен баршаға нақты түсініктеме берді. Бұл толық қате ақпарат. Бұны идиоттар жазып отыр. Мен Реал мен Атлетико Мадридті бірдей басқара алар едім деді. Клоп сонымен қатар, әлі бапкерлікпен айналысамын ба және жаңа клубы қандай болатыны туралы да айтты. Қазір осы жайлы ойламаймын. Бақытқа орай, себеп жоқ, жасым үлкен. Бірақ бапкер ретінде әлі зейнет жасына жеткен жоқпын. Келесі жылдары не болатынын кім біледі, бірақ қазір ештеңе жоспарланбаған деді. Яғни, ол әлі ізденісте. Біз бұған бірнеше рет айтқанбыз. Клоп деңгейінде қайта жұмыс істемейтін шығар, ал әлем чемпионаты аяқталған соң Германия ұлттық құрамасын басқаруға өтуі мүмкін. Яғни Зидан жолымен жүруі ықтимал. Айтпақшы, бірнеше бақ жазғандай, Францияның негізгі бапкері ретінде Зизу тағайындалуы жақын. Мүмкін сіз бұл видеоны көргенде, ол тағайындалған болар. Ол бұл лауазымға әлем чемпионаты аяқталған соң, Дидье Дешам кеткеннен кейін кіріседі. Бүгінге бұл жеткілікті. Көріскенше сәттілік тілейміз.